жақсы ма ұнамайды ма? Білмеймін енді. Сіздің соныңыз жақсы болды. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бізде бүгін политонның кезекті отырысы. Құрметті қонақтар, келгендеріңізге өте қуаныштымын. Рахмет. Бүгін бізде көріп тұрғандарыңыздай шығарылым. Бүгін политонның жүргізушісі Жанболат Мамайға оның 2017 жылы сот шешімімен журналистикаға 3 жылға тыйым салғанын білесіздер. Бүгін ресми түрде полиция орган қызметкерлерінен Жанболат өз парақшасында жазды. Ресми ескерту жасалынды. Политонның эфирін біздің құзырлы органдар журналистика деп қабылдайды екен. Сондықтан бүгін эфирға мен шығуға мәжбүр болдым. Қазір бізде әңгімені бастаймыз деп ойлаймын, бірақ Әлі ойлайым таусылсақ, әлі ойлайым тағы бар деймін. Жанболат болмаса мен бармын дейсің. Бүгін біздің эфир, біз Фейсбукта анонсын ілдік, жастар тақырыбына байланысты. Жастар тақырыбы болған кезде, соңғы кездегі бір тренд жастар наразылығы. Егер бұған дейін көптеген митингілерде, наразылық акцияларында тек қана орта жастан жоғары кісілер болатын болса, қазір жастарды көптеп байқауға болады. Осы тренд қайдан шықты, неден шықты, қалай, ары қарай не болады деген тақырыпты талқыласақ, және осы жерде айта кететіні жастар ғана емес, соңғы уақытта жалпы бізде қарсылық, наразылық тренді көбейді, аналар болсын, жұмысшылар болсын. Оның ішінде мені жастар да қосылды. Бүгінгі спикерларымызды таныстыруға рұқсат етіңіздер. Молдияр Ергебеков, жастармен жұмыс істейтін оқытушы, профессор, Гүлзада Сержан, азаматтық белсенді, Әсем Жапишева, журналист, белсенді. Енді солай айтуға болады деп ойлаймын. Енді осындағы жастар тақырыбы болғаннан кейін, Әсем, сізден бастасақ. Сіз жасаған ойла проектіні білеміз, жобасын білеміз, өте сәтті жоба болды, Одан кейін сіз шетелде оқып келдіңіз, шетелдік ең беделді басылымдарда жұмыс істедіңіз. Енді қазір сізді жиірек наразылық акцияларынан, соттардан көретін болдық. Неге көңіліңіз толмайды? Не қылып жүрсіз? Маған негізі көп адамдар шетелге барып сатылып 5-ші колонна болып қайтып келген жоқсың ба дейді. Жоқ, олай емес негізі. Шынымды айтсам, белсенділердің қатарына қосыламын деп ойламаппын. Өзімді негізі журналистпін, мен объективті түрде мағлұматтың бәрін беремін, сол үшін сендермен дос болмаймын, сендермен дос болмаймын, жай өзім былай мақалаларды жазып жүремін деп сөйтіп айтатын достарыма. Енді қайтып келгеннен кейін, мен келгенімнен 2-3 апта өткеннен кейін Назарбаевтың несі болды. Қалай деп аталады? Отставкасы болды, Сосын мен былай ойладым, енді отставкасы болды, енді цензура болмайтын шығар, енді былай қалай айтсам болады, кішкене жылайтын шығар, біздің саяси климатымыз жылайтын шығар. Тоқаев деген енді шетелде жұмыс істеген адам, былай оқыған адам, бес тілді біледі дейді, үйтеді дейді, бүйтеді дейді. Соған біраз қуанып жүргем, сосын кішкене көп саясат туралы жазбаймын. Негізі экономика туралы жазатын журналистпін ғой, экономика және ғылыми нәрселер туралы. Бірақ кейін Астананы Нұрсұлтан деп атын өзгерткеннен кейін негізі қатты ызаланып, содан бастап кеттім, қосылып кеттім белсенділер қатарына. Сол ең бастысы маған ең ауыр тигені сол Астананы Нұрсұлтан деп қойғаны. Себебі бәрі нұр болып кетті ғой қазір, қарасаң. Бәрі Нұр Астана, Нұрсұлтанға, Нұрсұлтан Назарбаев әуежайына келіп тоқты. Нұрлы жер, нұрлы әуежай, нұрлы қала. Нұр сізге немен ұнайды? Судың өзі нұрлы кететін болды ғой. Нұр немен ұнамайды?
Нұр деген ол енді Нұрсұлтанның атын енді несі ғой, приставкасы ғой соның. Соған енді қалай культ личность деген қағышасы қалай? Соның жеке басқа табудың сол көрсеткіштері ғой. Маған ол ұнамайды. Біз негізі соны болашақта режим өзгерген кезде соның бәрін қарастырып, бәрін аттарын өзгертуіміз керек деп ойлаймын. Қандай мен сұрақ қойып кеттім. осы жерге бір қосуға болады ма? Иә. Мына жаңағы Әсемнің айтып отырғаны, бұны менің түсінігімше жаңағы бізден сұрамады деген. Біз шешім қабылдауға қатыспадық деген, мысалы жалпы Нұрсұлтан дегенге қарсы болмауымыз да мүмкін, қарсы болуымыз да мүмкін. Оны бізден ешкім сұрап жатқан жоқ. Сол сияқты көптеген шешімдерді, осы Қазақстанда қабылданып жатқан шешімдерге Қазақстан азаматтары қатысуға ешқандай жолымыз қалмай бара жатыр. Сол бәріміздің жүрегімізді ауыртып бара жатқан нәрсе сол. Мысалы ол жаңағы жер мәселесіне келсек те жүрегімізді қынжылтады. Мысалы қазір жастардың қолында барлығының смартфон бар, барлығы көре алады, бәрімізді көре аламыз. Кеше мен нені алдым, Google Maps'қа өзім бір Сирия мен Италияның арақашықтығын көрмекші болғым келді, бір қарай салдым. Сөйтіп Сирияға көзім түсіп кетті, сол жерде қап-қара бір дақтар жатыр екен. Мен ойладым, ол жерде соғыс болған, содан шығады. Сөйтіп отырып бір кезде Қазақстанға келсем, менің Қазақстанымның беті қап-қара дақтарға толы. Ана жер тесік, мына жер тесік. Сосын мен ойланамын, неге бұл Қазақстанның беті шұрық тесік? Менен неге сұрамады оны? Кезінде бізге осы тәуелсіздігімізді алған кезде бәріміз ойбай керемет жаңағы үлесімізді аламыз, жер қазбақ пайдаланған кезде бәрімізге үлес тиеді деген өтірік жалған бізге уәде берілген. Қазір түсініп, ол нәрсенің бәрі біздің қолымызға тимегенін және оны қалай пайдалану керек екенін бізді қатыстырмаған. Мына көкжайлау болсын, қаламыздың жанында салу туралы осы қаланың тұрғындары қатысуға, шешім қабылдауға ешқандай қатысуға мүмкіндік жоқ. Соны жастар да біліп отыр, үлкен кісілер де біліп отыр. Барлық уақытта адамдарды шешім қабылдау процесіне, шешім қабылдау үрдісіне жолатпау мәселесі адамның қанын қайнататын нәрсе сол. Жалпы бізде осы шешім, сіз айтқан нәрсенің қазіргі жастардың наразылығының көбеюіне дейміз бе, күшеюіне дейміз бе, артуына ықпалы болды ма, қалай ойлайсыз? Қай фактор? Мысалы, Әсем үшін фактор Астананың ауысуы және оған жастардан рұқсат сұрамау ықпал етті. Сіз қалай ойлайсыз? Мен ойымша ол қоғамда жаңағы қайнап пісіп, жаңағы әділдікке сұраныс, жаңағы шешім қабылдауға қатысуға сұраныс, сондай сұраныстар туады. Соған бір әділеттік жоқ деген сияқты түсінік туып жатыр. Солар қайнап өзі тұрады. Сосын бір жағында триггер болады. Триггер алады да жаңағы Тоқаев тұраттағы мен жаңағыдай Нұрсұлтан деп ауыстыруды ұсынамын дейді. Ана жерде бәрі атып тұрады да, бір сондағы Қазақстан халқының қанша азаматы соны қабылдады. Бір төбелдей қабылдады. Ол кісілердің барлығы халықпен арасы үзіліп қалған адамдар. Олар барып өзін сайлаған адамнан сұраған жоқ. Ертең біз сондай шешім қабылдаймыз деп жатырмыз. Сондықтан сіздер соған ертең келсесіз ба десе, сосын барып айтса мақұл. Ал ол алады да жаңағыдай дейді. Сосын мына Әсем отырады да ойланады. Қалай сонда? Бәленбай ақша жұмсайын деп тұр бұл бюджеттен. Сонда ана жерде күнде аналардың шуылдап жүргенін көріп тұрмын. Әділеттілік қайда? Деген ой туады. Кез-келген көкірегі ояу адам көріп тұрған кезде әділетсіздікті. Қалай бұл? Мына әйелдер үй бер, балам өртеніп кетіп жатыр деп жатыр, оған ақша жоқ. Аламыздағы ақшаны бәрін жаңағы Нұрсұлтан деген қаланы атына ауыстыра салады. Мен қосып жіберсем, Гүлзараның айтып отырғанына, негізі ол жалғыз менің ойым емес, Алматы белсенді жастарының бір несі деп ойлаймын. Себебі мен көп адаммен сөйлестім, көп жастармен сөйлесіп жүрмін соңғы кездері. Бұлай негізі
хроникада кішкене қалай болғанын кішкене есімізге түсіріп жіберсек, 19 наурыз күні Тоқаев 19 наурыз емес, қай күні еді? Астана Нұрсұлтанға ауыстырамыз деген. 21-і, егер қателеспесем. 19 Тура наурыз күні еді ғой. 20 күні, иә. Сол 21 күні 17 жасар Медина Базарғалиева деген суретші бар, иә. Бәрімізге белгілі сәулемен кімнің? Заманауи. Иә, солардың қызы. Өте жаңағыдай интеллигентті, зиялы қыз. Сол Фейсбук неге Панфилова көшесіне барады да, Фейсбукке шығып, менің Астана Нұрсұлтан емес, Тоқаев менің президентім емес, Дариға менің спикер сенаты парламентім емес деп қанша бір жарым сағат, бір сағаттай жүрді, сөйтіп кәдімгідей жылап. Соның бәріміз көрген кезде, мысалы Мединаның несін, мен өзім 12 жасынан ба, сондай жасынан өзім көріп біліп жүрмін, иә. Сол Мединаның айналасында бәріміз жинала бастадық деп айтсам да болады. Себебі ол Алматының жастарының белсенді, бірақ саясатқа онша қызығушылығы жоқ адамдардың барлығының сол танысы, біліп жүргені, сәулені бәрі біледі, Кубаны бәрі біледі, сол арқылы сүйінбек екенінде Асияны бәрі соның несінде айналасында ғой, сол Мединаның. Бәрі айтады, Асия бастады дейді, жоқ, оны Медина бастаған. Ол 17 жасар, осы қызыл бәрі бастаған. Соны Мединаның жылағанын көріп, жасын көріп, бізде кішкене естеп кеттік. Мысалы, мен өзімде, тағы айтсам, сол кезде ойладым, журналисті былай тұрып, кішкене қосылу керек белсенді ретінде деп, содан бастап мен барлығына қатысып жүрмін. Соткада, бәріне де. Молдияр, сізге сұрақ қойсам, сіз жастармен жұмыс істейсіз, жастарға сабақ бересіз, жалпы жастардың көңіл күйі қазір қандай? Қазіргі Қазақстандағы, қазіргі біздің осы шындықта, біз өмір сүріп жатқан шындықта жастардың көңіл күйі қандай? Неге наразы? Жастар қазір қандай шындықта өмір сүреді, қандай шындықты қалайды? Егер мысалы үшін Қазақстанда сондай бір зерттеу жасалатын болса, Қазақстан халқы қаншалықты бақытты деген өте керемет бір зерттеу болар еді. Менің ойымша, біздің жастарымыз өте бақытсыз. Неге? Өйткені шындықпенен практика бір-бірімен сәйкес емес. Айтылған сөзбенен практика арасында бір не бар, жаңағы полюс бар да, екі полюсқа орналасқан. Теледидарды ашады, айтады, экономикамыз дамып жатыр дейді. Бірақ ол жас жұмыссыз. Яғни экономикасы дамып жатқан елдерде жастар жұмыссыз болмауы тиіс. Одан кейін айтады, қайтадан экономикамыз дамып жатыр, мынандай заводтар салып жатыр, мынандай фабрика салып жатыр дейді. Қарайды, бәрібір жаңағы кешегі кедей сол кедей. Бірақ бүгінгі кедей. Ол фабрикада оған жұмыс табылмайды. Иә, кешегі бай уже бүгін құдай. Ал кешегі кедей бүгін де кедей. Сіңірі шыққан нағыз бір керемет не бар ғой, жаңағы кедей деген кезде үндістандық кедейлерді көзге елестетесің ғой. Дәл сондай бір нәрсе. Яғни расында да бір кішкентай бір қанша метр квадратта 5 қыз баласының жаңағы естеріңізде болар. Өртеніп өлуі. Бұл аналардың наразылығы содан басталды. Бұл сол қалай деп айтсам болады, суретті өте не көрсетті да, өте дұрыс көрсетті. Сондықтан да бақытсыз, яғни айтылған нәрсеменен жасалып жатқан нәрсе, жұмыс жоқ. Ертеңгі күнге деген сенім жоқ жастарда. Не только жастарда, яғни мен ойымша пенсионерлерде де, яғни ертеңгі күн, яғни неге сенім болсын, не нәрсеге сенім болсын. Яғни қандай гарантия бере аласың? Біз бере аламыз. Расында да гарантиясы жоқ. Мынау Әсем өте дұрыс айтып отыр, мен де соған қосылам. Жаңағы мынау Назарбаевтың отставкасы расында да керемет бір үміт берді жастарға, барлық адамдарға. Қуанды адамдар, кәдімгідей. Тіпті мен былай ойладым, наконец-то дедім, Қазақстан жаңағы цивильный мемлекеттер сияқты, жаңағы алғашқы мемлекетті құрушы лидері бар, оған бір құрметі бар, бір мемлекетке айналады. И ол құрушы мемлекет лидерден кейін, көшбасшыдан кейін демократиялық бір жаңару басталады. Сол түспенен бәріміз ұйықтадық. Бір күн қуанды. Сол күні. Бір күн. 24 сағатқа созылды. Таңертең бір тұрдық, шок
шоктың үстіне шок болды. бәріміз солай, иә. Травма болды расында да. Менің ойымша бұл жастардың несі бұл саясатқа тікелей айналыса бастауы жаңағы Аристотельдің сипаттағандай саяси бір адамға айналуы, нағыз адамға айналуы осы шоктан алған жаңағы реакциясы. Онда ол шок енді жақсы емес, бірақ дұрыс мағынада жақсы болды деп ойлайсыз ба? Оятты. Менің ойымша өйткені сондай шок керек болды жастар. Расында да, өйткені елімізде мынандай нәрсе бар. Саясат деген нәрсе андай бір жаман болып көрінеді. Адамның құлағына түрпідей түйетін, көзге елестететін болсаң, жаңағы сондай қитұрқы, қу, сондай түлкілей жаман адамдар көзге елестейді. Жоқ, мемлекет дегеніміз саяси организм, яғни саяси бір тотал, яғни бірлік. Олай болатын болса, ол мемлекеттің әрбір азаматы саясатқа тікелей араласа алуы тиіс. И бұл жаңағы оқиға, жаңағы аполитичный деген жастарымыздың бәрін бір саяси бір неге айналдырды, болмысқа айналдырды. Менің өте көп достарым бар, өткенде бір досым жазыпты, мен оказывается аполитичный екенмін, бұл сөзді бірінші рет естіп тұрмын дейді. Бірақ дейді, мен міндетті түрде сайлауға барам және өзімнің жаңағы таңдауымды жасаймын. Бұл керемет нәрсе. Бұған дейін сайлауға мен ойымша ешкім бармайтын еді. Мен өз басым студент кезімде мұғалімдеріміз бүйтіп сүйреп алып барған, сол кезде бардым. Екіншісі Түркияда жүрген кезімде өзім бардым ол жерде, ол кезде де. Бірақ мына сайлауда, яғни адамдардың, ол сайлауларда адамдардың осындай бір саяси бір әрекеттілігін көрмеген едім. Бірақ мына сайлауда аз да болса көріп отырмыз. Жалпы сайлау туралы әңгіме бастап кеттіңіз. Біз ол тақырыпты айналып өте алмаймыз деп ойлаймын. Әрқайсыңызға да ортақ сұрақ. Жалпы бұл сайлауға барасыздар ма? Және өйткені қазір қоғамда екі түрлі пікір бар ғой. Біреулер бойкот дейді, бәрі сол баяғы дейді, бәрі сол Тоқаев, Назарбаевтың орнына дейді. Кейбір адамдар бару керек, өзгерту керек дейді. Жалпы бұл сайлаудың басқа сайлаулардан ерекшелігі бар ма? Сіздер барасыздар ма? Жалпы бұл сайлау қалай болады деп ойлайсыздар? Сайлауға келетін болсақ, енді бізде өзі құқығымыз азайып, жаңағы алдында айтқандай, бізден сұрайтын нәрселер азайып баратыр. Жаңа ғана Ринат Зайытов, бәрімізді онда құлағымызға сырға салып жібере салсын, жайылып жүрейік мал болып, біз үшін шешімді қабылдай берсін деген сияқты бір сөздері интернетте жүрген көрдім. Ал бұл сайлау деген біздің бір қалған құқығымыздың бір кішкентай жұрнағы қалып бара жатыр. Жаңағы шешім қабылдауға қатысам деген бір кішкентай жұрнағы. Енді соның өзінде адамдардың сенімі қай жерге келіп, қай жерде жоғалады. Оны мен барып әуре болып сайлауға уақытымды бөліп, бір сағат уақытымды бөліп барып сайлағанымда, ертеңгі күні алып жаңағы қорытындысын шығарғанда оны лақтырып жібереді. Сонда мен бір сағатымды неге олай бөлем деп ойлайды жұрттар. Ал енді жалпы солай адамдар көп ойлаған сайын шешімде жаңағы қабылдайтын адамдардың қолында, азғантай адамның қолына түседі. Солай көбіміз солай қабылдасақ, солай ойлайды. Ал егерде ондай адамдардың саны аз болса, көбіміз барып сайлауды жаңағы дауыс беріп қана қоймай, бақылап отырсақ, жаңағы ертеңгі күні шығатын жаңағы протоколдарды, анау-мынауларды көзімізше көріп, жаңағы осы учаскеде қанша дауыс берілді, қаншасы кімге берілді, кімге берілсе де әйтеуір әділеттікті қалаймыз ба? Сонда бақылап солай жіберсек, онда мүмкін бір жағдай түзелер. Оның енді егер философиялық түрде қарасаң, революционерлік көзқарас болады, немесе эволюционерлік көзқарас болады. Эволюциялық көзқарас деген баяғыда, мысалы, коммунизмді қолдаған адамдар 17-ші жылы Ленин бастаған жаңағы большевиктер, олар революция жасап, жаңағы басын кесіп тастап, жаңағы бұрынғы политикалық жүйені басқа политикалық жүйеге ауыстырғанда солар революциялық жолмен келді.
Ал енді сөйтіп келген кезде ол социалистік бір қоғамға келдік, тура сондай социалистік қоғамға Европада бір елдер келді. Олар эволюциялық жолмен келді. Яғни олар жаңағыдай заңның шеңберінен шықпай, сол жердегі мүмкін болатын мүмкіндіктерді пайдалана отырып, жаңағы барынша қарсылық білдіре отырып, көптің күшімен сайлауға қатысады ма, жаңағы жергілікті сайлауға қатыса ма, сөйтіп отырып жететін нәрсесін жетіп, жаңағы әйелдердің де мысалы парламентте болуы, жаңағы еуропалық кейбір елдерде оның қорытындысы солай болып шықты. Жаңа эволюциялық жолды таңдаймыз ба, революциялық жолды таңдаймыз ба? Мысалы жаңа бойкотшылар келіспеймін, бұлардың бәрі өтірікшілер, бұлардың бәрі деген себебі. Сіздің таңдауыңыз? Менің өзім жеке басым, мен бақылаушы болып бармақшымын, және барлық жастарды болсын, үлкенді болсын, бақылаушы болып келуге шақырамын. Белсенділік, иә? Мен де дәл солай, өз басым сайлауға бақылаушы ретінде қатысайын деп отырмын. Тағы бір Гүлзараның айтқан негізі қосылам. Тағы бір айтайын дегенім, кеше сондай бір ақпарат келді. Өткен сайлауды қараған кезде көп адам айтып жатыр, мен барам, бірақ мен бюллетенді құртам. Анау деп жазам, мынау деп жазам, білсін көрсіндер, Сосын біз өткенгі қашан еді, 15-ші жыл ма, 14-ші жылғы сайлауды тексерген кезде, барлық протоколдарды қараған кезде құртылған бюллетендерді мүлдем санамапты, қоспапты, көрсетпепті. Қанша пайызы құртылған көрсетпепті олар. Соған менің осы нені пайдаланып айтқым келгені, егер баратын болсаңыздар, құртатын болсаңыздар, ол да енді сіздің неңіз ғой енді. Таңдауыңыз, Бірақ ертесі күні учаскеге барып, протоколды көрсетуге не істеу керек? Талап ету керек. Себебі әр сайлаушының, дауыс берушінің протоколды көруге құқығы бар. Соған қарап, мен осы бюллетенді құрттым, неге көрсетпепсіздер деп сұрақ қою керек. Соған сондай бір нем бар, өтінішім бар. Молдияр, сіз? Біріншіден мен жаңағы бойкот темасында бір нәрсе айтқым келеді. Бойкот жасауға құқы бар адамның. Сайлауды бойкоттауға болады. Әлемдік практикада да бар бұл нәрсе. Бірақ менің ойымша бір бойкот жасау үшін сол елдің бір керемет бір саяси мәдениеті болуы керек. Адамдардың бәрі жаңағы қатысатын, жаңағы расында да бір демократиялық бір несі бар, механизмі жұмыс істейтін бір мемлекет болу керек. Ал бізде саяси мәдениетіміздің мысы қалмады. Яғни сен ненің бойкотын айтып отырсың. Сондықтан да, наоборот, осы сайлауда міндетті түрде баруымыз керек деп ойлаймын. Мен өз басым барам, қатысам. Кандидаттар, менің кандидаттарым ба? Жоқ, бірақ ішіндегі жаманның жақсысын алам. Жаманның жақсысын алам. Басқа амалым жоқ, бірақ еш болмаса менің азаматтық айтпаймын, әрине. Айтпаймын. Бізді жауапқа тартып жүрмесін. Жоқ, айтпаймын. Бірақ жаңағы азаматтық міндетіміз деп ойлаймын. Осы сайлау әсіресе. И бұл сайлауда азаматтық міндетімді атқарған боламын осылайша. Ана жастар туралы қосайын дегенім, сайлау мен жастар туралы. Тағы да осының жастардың қалай ояна бастағанын ба, соның бір несі, белсенділік артқанын бір күшті көрсеткіші менің ойымша. Бақылаушы ұйымдар бар ғой. Бізде тек бұрынғы алдыңғы сайлауда қанша екі бақылаушы ұйым болды. Біреуі Нұр Отаннан, біреуі индепендент, өзінен өзі. Осы сайлауда олар бесеу. Олардың екеуі Next.kz бар, сосын қалайды екіншісі. Жоқ, Миск емес, Миск бұрыннан болды ғой. Тағы біреу бар. Жаңадан құрылған. Жаңадан құрылған. Сол екі жаңадан құрылған бақылаушы ұйым, екеуі де жастардың несімен, қолмен құрылған ұйымдар. Әсіресе Next.kz деген 25-ке толмаған екі жігіт. Өздерімен өздері мен осылай құрам деп. Ол да өте бір күшті көрсеткіш деп ойлаймын. Себебі олардың арқасында, олардың әлеуметтік желілерінің арқасында өте көп адам біліп көрді. Еркіндік қанаты ұйым. Еркіндік қанаты. Олар қандар деген кішкене почему-то. Еркіндік қанаты, Солардың барлығы не істеп отыр, қатысып отыр. Сосын бізде кішкене енді өкіметімізде кішкене көмектесіп қалды.
жастар жылы деп осы жылды атағанның арқасында енді бәріміз білеміз неге оның бәрі болып жатыр, иә, бірақ бәрібір оның арқасында жаңағы вайнерлер арқылы көп адам қосыла бастады, кішкене оқи бастады саясат туралы, премьер-министрдің аты кім екенін біліп деген сияқты. Жоқ, ол негізі күлкілі, негізі шынымен де күлкілі, бірақ көп адам білмейтін еді. Ал қазір жастар, қазір оның бәрі біледі. Бұрын мысалы мен Алматының жаңағы қалай нелермен, хипстерлермен, хипстер деген сөзді жек көремін, бірақ қандай сөз қолданатынын білмеймін. Солармен сөйлескенде ол айтатын, оның бәрі бізге қатысы жоқ, біз жаңағы өнер адамдарымыз, бізде осындай. Қазір өнердің бәрі акционизм болып кетті Алматыда, былай қарап отырсаң. Өте көп әншілер, мысалы бүгін кімдер, ақындар емес, қалай айтсам болады, андеграунд ақындар жиналып, өздерінің саясат туралы, сайлау туралы шығарған өлеңдерін оқымақшы. Олардың бәрі 25-ке толмаған тоже жас балалар, қыздар. Олардың вообще ондай ойында болмаған. Саясат сәнге айналды деп Саясат сәнге айналды деп айтуға болады. Я, саясат қазір сәнді болып кетті ғой Алматыда. Бәрі саясатқа. Осы жердегілер негізінен әсемді жас дегенмен ол өте тәжірибесі көп журналист, Грузияда көп жылдан бері азаматтық қоғамда. Сіз жастармен жұмыс істейтін сарапшысыз. Жалпы сарапшы ретінде барлығыңызға ортақ сұрақ, қазір жастар арасында саясат сәнге айналғаны біздің қоғамға қаншалықты әсер етеді? Ары қарай не болады? Менің өзім ойым былай. Негізі жастар әр уақытта да белсенді болған. Анау кәдімгі тоталитарлы кездің өзінде терістіктегі 5 облысты Ресейдің құрамына береміз деген кезде біздің Шымкенттің жас студенттері бір пойыз болып отырып, сол кезде менің Қазақстаным әнұраны сол кезде пайда болды. Сондай тарихымыз бар. Кешегі 86 жыл. Сондықтан әр кезде де жастар өзі егерде қажет болса талабын айтып шығуға дайын. Ал енді кешегі осы жақын маңда бізде жастардың саны өте аз болды. Мына менің вуздан кетіп қалу себебім жаңағы жоғарғы оқу орнында мен де біраз жыл сабақ берген, мына кісінің берген вузында да сабақ берген. Ол жерден кеткен себебім студенттердің саны күрт төмендеді. Бізде Қазақстанда сондай демографиялық бір кезең болды. Кезінде бала туылмаған кез болды. Бір яма бар демографиялық. Қазір енді жастардың саны үлкейіп келе жатыр. Сол себепті біз ол жерде бір жастар кәдімгі тұра салып қазір оянып кетті демейсің. Бір саяси жағдайларға байланысты жастардың өзінің де айтар кезі бар. Өйткені олардың бойында қайрат күш бар. Жаңа үлкен кісілерде кездесе бермейтін. Үлкен кісілер мысалы шамалы ойланып, пайымдап шешсе, жастар қызу қанды, олар бірдеңеге араласқысы келеді. Сол себепті жаңағы саясаттың сәнге айналмағанын қайдам. Бірақ әр уақытта да егер де саяси бір толқулар болса, жастар оның ішінде үлкен орын алатыны баяғыдан былай. Мен ойымша бір сәнге айналды деп айта алмаймын. Сән дегенде мода ғой, мода жоқ. Модаға жету үшін әлі көп нәрсе жасауымыз керек. Қазір менің ойымша жаңағы сол қалай деп айтсам болады. Қазір мысалы осы саяси белсенді болып жүрген жастарға қарайтсаң, бәрі де негізінде оқыған адамдар. Оқыған бір нәрсе, әйтеуір еш болмаса бір ізденісі бар, көзі ашық. Ал және көбісі мысалы үшін бәлкім жаңағы жекеменшік университеттерді бітірген, бір зерттеу керек негізінде. Бұлар қай жерден шықты деп. Мысалы үшін бір жаңағы мемлекеттік вуздардан шыққан жастар деп ойламаймын оларды. Әрине бұл бір зерттеуге сүйеніп отырған жоқпын, бірақ яғни шыққан болса да аз болуы мүмкін. Бір қарастыруымыз керек деп ойлаймын. Жаңа Қазақстанда білесіз, яғни таптәуір білім беретін 4-5 университет бар ғой. Сол 4-5 университеттен шыққандар болуы мүмкін деп ойлаймын. Бұл әрине жай ғана гипотеза. Десек те, мысалы үшін бір модаға айналу үшін әлі көп нәрсе жасауымыз керек.
біз әлі жаңағы саясат деген не екенін білмейміз. Саясат деген кезде бағанада айтып өткенде жаңағы билікке ұмтылу дейді. Мысалы үшін екінің бірі Қазақстанда саясат деген не деп сұрақ қоятынымыз билікке ұмтылу деп ойлайды. Ал саясат дегеніміз бұл өмір, күнделікті өмірді, қоғамның күнделікті өмірін ұйымдастыру. Өте қызықты нәрсе, осы жерде айтқым келеді, саясат бұл арабша сөз. Сиес деген сөзден келеді. Сиестің де мағынасы ат бегілік деген сөз. Яғни атты не қылатын бар ғой, қолға үйрететін. тізгіндеу. Иә, тізгіндеу. Ал политика бұл грек сөзі. Полис деген сөзден келеді. Қаланың жұмыстарымен байланысты нәрсе деген сөз. Немесе қаланың күнделікті өмірін ұйымдастыру деген сөз. Өмірге саяси көзбен қарайсыз ба әлде политик көзбен қарайсыз ба? Бұл өте маңызды. Саяси көзбен қарасаңыз, сіз расында да билік деп түсінесіз, жаңағы саясатты. Ал егер политик көзбен қарайтын болсаңыз, қоғамдық өмірді ұйымдастыру. Сен қандай бір өмірді қалайсың? Қоғам қандай болуы тиіс деген сияқты сұрақтарына деген бір ізденіс. Сондықтан да, яғни өте осындай қарапайым бір ненің өзін әлі білмейміз. Неде? Қарапайым халық арасында, сондықтан да әлі мода болу ұзақ. Мен сарапшы ретінде айтатын болсам, қоғамға әсері өте үлкен. Оны үкіметте отырғандардың өздері де түсінеді. Сол үшін жастар жылы деп қойды осы жылы. Сол үшін білесіздер, Салем Social Media деген компанияны, кімнің, біздің президенттің Аксютис деген несі бар, қалай айтсам ба, советник деген кеңесшісі бар, иә. Соның несі болған, соның несі ғой, жоспары ғой, сол Салем Social Media жастар жылы деген. Оның бәрі олар түсінеді. Екіншіден, Алматыға келетін болсақ, Алматыда білесіздер, 45% біздің қаламыздың 35-ке толмаған жастар. 880 мың, 900 мыңға жуық адам, 13 пен 35-тің арасындағы жас адамдар. Оның барлығы тоже олардың өздері түсініп отыр. Сол үшін қоғамға әсері өте үлкен деп ойлаймын. Ал Молдиярдың айтқанына қосатын болсам, жағы шетелде оқып келген, немесе Алматының бір 3-4 мен де жасаған жоқпын, ешқандай дата жинаған жоқпын, бірақ мысалы Асия мен Бейбарыстың сотына келген бір қанша 70-ке жуық адам ғой, былай келіп жүрген, анау сотқа болсын, мынау сотқа болсын, бәріне қарап отырсаң, я шетелде оқыған, одан болмаса СДУ, Назарбаев университеті өзі не оқып кетті ғой. Білмеймін, Назарбаев университетінің студенттері барлығы сондай ғой, либерал. Сол сөзіңіз аузыңызда Назарбаев университеті жайында қазір бір нәрсе айтып өтемін да, сіз жалғастырып өтемін. Сол айтқым келген, сол Казгудың бір-екі студенті жүр әйтеуір, бірақ олар да кішкене қорқып не істеп, ал көбінесе осы солардан шыққан жастар. Осы жерде бір Назарбаев университетіні бір мысал ретінде көрсеткім келеді, өте қызықты бір нәрсе. Түркияда ODTÜ деген университет бар, Орта Doğu Teknik Üniversitesi. Бұл деген, яғни Middle East Technical University. Бұл университет где-то 50-ші жылдары құрылады, ашылады. Құрған кезде Америка құрады. Мақсаты мынау еді. Біз Түркияға өте жақсы бір университет құрайық, ол жерде антикоммунист бір систем орнықсын. Қорқады ғой, Америка, Түркия кетіп қала ма деп. Өйткені Түркия өте маңызды стратегиялық бір жерде орналасқан, анау-мынау, ал кеңестер, советтер одағы мына жерде тұр, жақынында. Сондықтан да Түркияға осындай бір жақсылық жасайды. Өте керемет бір антикоммунист жастарды баулу үшін деп бір университет ашады. Бұл университет 60-70 жылдарға келген кезде, арадан 10-15 жылдың ішінде өте сапалы білім береді, әрине. Өте сапалы білім, нәтижеде университеттің студенттердің бәрі марксист болып шығады. Түркияның капитализмге қарсы өте үлкен орманы бар. Ол орманның ішінде кәдімгідей жаңағы студенттер ұйымдасады. Полиция кіре алмайды университетке ең соңында. Әскер, жандарма, полиция кіре алмайды. Халге келеді. Яғни студенттер айтады, жоқ дейді, бұл кампус біздікі. Бұл кампуста біз өзіміздің қоғамдық өмірімізді ұйымдастырамыз.
бізге мемлекеттің полициясы жаңағы әскері керек. Біздің еліміз. Иә, бұл біздің еліміз. И университет сондай бір марксист бір жаңағы недегі ұстанымдағы бір университетке айналады. Қазір де сондай. Мысалы үшін қазіргі кезде Ердоғанның тісінің батпаған бірден бір университеті. Қазірге дейін. Яғни әрине аз да болса батып жатыр, батқанда яғни қазір ол университетке өкінішке орай полиция кіре алатын болды. Студенттер тұтқындай алатын болды. Бұған дейін жаңағы университеттің өзінің бір сондай бір несі бар еді. Яғни И бізде де дәл сондай, мысалы үшін Назарбаев университетінің құрылу мақсаты не екенін білмеймін, бірақ енді шенеуніктерді дайындау ғой кімдерге? шенеуніктерді Иә, дайындау. шенеуніктер. Неде Россияның империясының кезінде дәл солай болды ғой. Кімдерді, Шоқан Уәлихановтарды солардың бәрін оқытқан кезде олардың ең басты мақсаты қазақтардың арасында шенеуніктерді дайындау. Назарбаев университетінің де дәл сондай. Иә, жоғарғы білімді шенеуніктерді даярлау шығар. Нәтижеде қазіргі кезде Назарбаев университеті Қазақстанның барлық университетіне үлгі бір университет болды. Ең либерал университет қой. Студенттер өте активный, өте либерал, жаңағы жоғарыдағыларменен қашанда көрсек ұрысып жүреді, иә, бұл нәрселерді талап етіп жүреді. Бұл не дегім келіп тұр? Білім, менің ойымша, яғни ғылым және білім өте жоғарғы жақсы білім, жақсы ғылым біздің расында да жаңағы санамызды ашады. Бұл жерде өте андай enlightener болып, не дейді, ағартушылық бір неге кіріп кеттім дискурсқа десек те, иә, біздің расында да бір ағаруымыз керек, жақсылап тұрып ағаруымыз керек. Әйтпесе мынау мемлекеттік университеттер ешнәрсе бермейді. Білімнің жоқтығынан ары қарай қоғамға да пайда жоқ. Қараңыз, Қазақстанда бәріңіз білесіздер, жаңағы саясаттану деген сабақтар бар, философия, саясаттану. Бұлар өте керемет сабақтар, өте керемет оқытылуы тиіс сабақтар. Бірақ бұлар бірінші, екінші курста өттірі деп өтілетін сабақтар, өкінішке орай. Өтірік бәрі. Мен мысалы үшін уже 3-ші курсқа келген студентімнен мысалы үшін Жамлақ жайында ешқандай бір мәлімет ала алмаймын, өйткені ол ұмытып кеткен, яғни ешнәрсе оқымадық дейді. Негізі тек Молдияға қосыламын, 14-ші жылы Ойла журналының ашқанымыздың себебі де сол болатын. Себебі білімі жоқ жастар, балалар, олар кейін осындай саясатқа болсын, басқаға болсын қосыла алмайды, қоғамға пайдасы жоқ. Сол үшін біз кезінде Ойла журналында бастағанбыз, кезінде басқа нәрселерді бастап жүргенбіз. Менің де ойымша сол математика, физика, биология, философия, логика дегендерден хабар жоқ жастар, олар ары қарай дами алмайды, саясатқа бірден секіріп кете алмайды. Мынаның бәрін өту керек, сатысынан қалай не соның бәрінен өтіп қана саясатқа келе алады деп мен де солай ойлаймын. Жалпы тақырыпқа келетін болсақ, Әсем саған сұрақ, соңғы кездегі осы Әсия мен Бейбарыстың қасындағы болсын, жалпы наразылық жастар жиналған топтардың арасында сені міндетті түрде көреміз. Жалпы сондықтан мен сұрақ қойсам, олардың түпкі мақсаты не, және олар не туралы сөйлеседі, жалпы неге олар қазір белсенді, қандай нәтиже шығарғысы келеді жалпы? Енді түпкі мақсаты Қазақстанның болашағы туралы көп сөйлеседі негізі. Олардың арасында отырсаң, қалай мемлекет қандай болу керек болашақта, қалай не істеу керек. Назарбаев мысалы түрмеге отырғызу керек па, отырғызбау керек па деген сияқты сұрақтар. Оны айтуға бола ма, политонда болады. Бізде бәрі болады. Қандай бізге республика керек, президенттік па, парламенттік па деген. Жастар сондай тақырып. Иә. Олардың арасында мысалы кәмелетке толмаған жастар да көп, 17 жасар, 16 жасарлар да көп. Олардың барлығы жиналған кезде мысалы Асия да солай бастап кетті ғой, мысалы айтатын болсам, бұлай кружок болды кішкентай. Сөйлесетін, мысалы, жағы, сол Нұрсұлтанды өзгерткенде қайтып келетін болсақ, кішкене кружок жиналып, бұлай сұрадық, өзгерісуге бола ма өзі, бізден неге сұраған жоқ деп, сосын шақырдық нелерді, политологтарды шақырып сұраймыз, олар енді болады, енді иә, сосын неге болады деп. Қазір содан бастап, мысалы, жиналатын болсақ, апта сайын жиналамыз деп айтуға болады. Бәріміздің сөйлесетініміз бір тақырып, қалай істеу керек, дұрыс
устроить жизнь в стране дейді ғой. Қалай қалыптастыру керек? Қалай қалыптастыру керек? Әділдік қалай болады? Ал міне біз ояндық, енді ары қарай Енді не істейміз? Себебі біздің барлығымыздың айтып отырғанымыз сайлау бітеді, бірақ оған тоқтауға болмайды, жалғастыруымыз керек. Парламенттік сайлау келе жатыр. Сосын тағы Асияның маслихатқа сайланамын деп. Жергілікті сайлауға. Соған Асияның бір ұсынысы барлығымызға келесі жолы маслихатқа сайлау болғанда бәріміз шығайық дейді. Қатысайық. Қанша мысалы 70-80 адам бар, оған дейін 250 адам жинаймыз, бәріміз барып маслихатқа не істейік? Кандидат болайық. Кандидат болайық. Сосын біреуі болсын, екеуі болсын өткізіп жібереді дейді да. Менің ойымша күшті идея. Сондай сияқты нелерді. Асияны бір тиын үшін өткізбей қойды ғой, 78 тиын. Мен 3 теңге үшін жібермей қойды. Мемлекет көрсетпеген үшін 20 жасымда, мен де кандидат болып 3 теңге үшін мені жібермеген. Сондайдың бәрін қалай өзгертеміз деген ойлар. Екіншіден, олар жастардың барлығы, енді Асия болсын, Бейбарыс болсын, барлығы өте өнерге жақын адамдар. Соған жиналып, енді әлеуметтік желілер бізге қатты көмектесіп жатыр ғой. Мысалы, Асия менде бірінші күн сотқа барған кезде менен басқа журналист болған жоқ қой. Енді Фейсбукта жазбасам, ешкім де білмей қалатын еді. Жаңағында Назарбаев университеті Ақорданың бізге көмегі дейміз. Ол да Ақорданың бізге көмегі деп айтсақ та болады. Себебі, қалай айтсам болады, егер олар сол кезде Асия мен Бейбарысты жібере салса, ештеңе болмайтын еді. Сол 15 күнге қамағаны бізге қатты көмектесті. Шынын айту керек. Себебі соның арқасында солардың достары Асияны қамаса, мен де қамай алады екен ау, мен де қосылайын онда. Себебі үндемей жүре берсем, ертең мен де алып кетеді. Бір күні мені де қамайды. Деп бәрі қосылып кетті соған. Жалпы, Гүлзада сізге сұрақ, ең бірінші мен сізді қарсылық акциясында девальвация кезінде көрдім деп айтсам болады. Соңғы 4-5 жылдағы қарсылық акциялардан, саяси тұтқындарды қолдау шараларынан сізді жиі байқаймыз. Жалпы, қазір біз Әсемнен жастарды сұрасақ соңғы кездер, ал осы 4-5 жылдан бері сіз көріп жүрген наразы адамдар неге наразы, неге шығып жүр және нені қалайды? Енді ол жаңағы девальвация болып шыққан менде тура себебі жаңағы кешегі Асия мен Бейбарыстың сотталуына байланысты шыққан жастардың себебі екеуі бірдей болады. Өйткені кезінде бізде жаңағы Жаңаөзенде бір қырғын болды. Сол кезде барлығымыздың жүрегіміз қан жылады. Сол жерден бір өксік қалды, шыға алмай жүрген. Ол жерге, мысалы, ол жер алыс, Қазақстанның арғы басында болып жатқан нәрсе. 11-ші жыл болса да, соның жаңғырығы ретінде кейіннен, мысалы, мен өз басым шыққан кезде, сол кездегі өкінішке байланысты шықты. Енді арасында 4 жыл өтіп кетті ғой, сонда 4 жыл бойы сен сонда соның бәрін ішіне ұстап жүрдің ба деп сұрайсыз ғой. Ұстап жүрдім. Қорыттым. Бұл не деген әділетсіздік? Оның мысалы жеткен кезде бізге қалай жетіп жатыр? Кейбір шамалы информация YouTube'дан келді, кейбір информация сізден келді, кейбір информация мемлекеттің өзінің атынан келді, жаңағы мәлімдемелерінен келді. Солай бізге әртүрлі информация, жай жүрген қарапайым Алматының адамына солай жетуін, бірақ күніңге қалай мен сол наразылығымды білдірем. Жаңағы желтоқсанға байланысты, сол желтоқсан уақытында болды 16-шы неде. Ол біздің тәуелсіздігімізге байланысты нәрсе ғой. Тәуелсіздігіміз күн болып жатқан өзі 16-шы не деген желтоқсан бәріміздің есімізде. Енді тәуелсіздік алған көз көрген адамдардың бәрінің есінде 16-шы желтоқсан деген не екен бәріміз есімізде. Сол тәуелсіз елміз. Біз шешім қабылдауға қатысудан күннен-күнге алыстап бара жатырмыз. Әділетсіздік көз алдымызда болып жатыр. Ешқандай айтарымыз жоқ. Соны бір айтатын қандай жолымыз бар? Ол жаңағыдай көшеге шығып, менің Қазақстанымда айтқым келіп тұр дейік. Жаңағы мысалы
бес облысты берейін деп жатқан кезде айтты ғой жастар шығып, немесе 86 жылы жаңағыдай жоғарыдан шешім қабылдап қазақ халқына міне сендерге мына кісі ертең келіп қожайын болады деген сияқты берген кезде біз кешіріңіз, біз қарсымыз деп көшеге шығасың. Тура сол сияқты көшеге шығып айтудың бір жаңағы саясатқа қатысудың бір жолы бар. Егер де мен мысалы дауыс беруден мені жаңағыдай ысырып тастаса өтіріктен даусымда андамында жіберіп немесе дауыс берген нәрсе орындалмай жатса, онда екінші бір жолы саяси тілегіңді білдіруді ол көшеге шығу. Енді сол кезде жаңағы девальвацияға шыққанда жаңа ютубтан Сақып Жаңабаева бар ғой, сол кісінің жаңағыдай халық бұл не болып бара жатыр деген сияқты бір сөздерін естідім. Сосын мен ойладым, шынымен ақ сондай бір көшеге адамдар шығайын деп жатыр екен деген сияқты. Сосын кейін ана жер мәселесіне байланысты да болды. Ол кезде де шықтым. Сол сияқты бір әйтеуір әркімнің өз себебі бар, иә? Әркімнің өзінің бір себебі бар, бірақ барлығы келіп тірелетіні әділеттілік қайда? Неге мені қатыстырмайды? Неге мен саяси процеске мен неге қалыс қалып отырмын? Менің неге тілегім орындалмайды? Менің тілегім жақсы тілек қой. Менің тілегім Қазақстан дамыса деген тілек қой. Менің тілегім Қазақстан тәуелсіз болса деген тілек қой. Менің тілегім бәрімізге үлесімізді әділетті түрде бөліп берсе деген тілек қой. Деген ой тұр бәріміздің артымызда. Мына жас болсын, орта жастағы кісі болсын, үлкен жастағы кісі болсын, жаңағы кішкентай туылған бала болсын, бәріміздің ойымыз Қазақстан дамыса екен деген ойымыз. Рахмет Гүлзада. Келесі сұрақ барлығыңызға. Жалпы біздің қоғамда саясатқа қатысты әртүрлі стереотиптер өте көп. Соның бірі митингке шығатындар бір маргинал топтар шығатын сол бір адамдар. Олардың мақсаты түсініксіз, жалпыға қатысты емес. Митинг ол менікі емес деген бізде сондай түсінік бар болатын. Енді мен қазір өзгерістер бар енді, бірақ дегенмен сондай қоғамда пікір бар. Соған қалай қарайсыздар? Жалпы митинг деген не? Шынымен біз қазір барлығын басынан бастауымыз керек деп ойлаймын. Шынымен сіздердің санаңызда, өйткені оған шығу қаншалықты заңды, және митинг үшін 15 тәулікке митинг немесе кез келген көзқарас білдіру үшін 15 тәулікке отыру ұятты ма, жоқ әлде сәнді ма? Қалай ойлайсыздар? Біріншіден мен ойламаймын, жаңағы қарапайым халық, в общем, митингке шыққан адамдарды, ой, бұлардың ешқандай планы жоқ, ешқандай бұлардың жаңағы көзқарастары жоқ деп айтады дегенге сенбеймін. Халық бәрін біледі, яғни бұлар не ойлайды. Бұны медиа айтады. Біздің медиамыз соны айтады. Иә, бұлар дейді жаңағы шығып жатқан нелер, гей парад жасайды деген сияқты. Иә. Бұлардың бәрі азғындар деген сияқты. Бұл практика әлемде бар. Мынау Гези оқиғаларында Түркияда чапулжу деп, мысалы чапулжу деген андай не деген сөз, қарақшы деген сөз. Өңшен қарақшылар шықты көшеге такси мінгенде. Сонда жаңағы 100 мың, 200 мың адам шықты ғой, где-то 300 мың адам шықты тіпті. Яғни 300 мың қарақшы, иә. Сөйтіп, оны жаңағы түріктер ол сөзді, ол қарақшы делінген сөзді неге айналдырып жіберді? Көркемдік креативке айналдырып жіберді. Чаплинг деп жаңағы, I'm Chaplin деп. Дәл сол сияқты бізде де ондай бір не бар. Медиа сонымен қатар бұл неге шығып жатқан, митингке шығып жатқан адамдар, Аблязовтың адамдары деп жаңағы не қылуға тырысады, суреттеуге тырысады. Аблязов к черту. Бұл жерде Аблязовпенен ешқандай бір байланыс жоқ. Яғни бір оның несіменен, саяси көзқарасыменен ешқандай бір байланыс жоқ. Адамдар жай ғана өздерінің ойларын айтқысы келеді. Өздерінің заңдағы белгіленген құқықтарын қолданғысы келеді. Бұны билік бастырып жатыр ма? Бастырып жатыр. Бірақ бұл мен ойымша ешқашан жаңағы бұл күрес әсіресе, яғни сөзіңді айта алу күресі. Айта алу үшін күрес. Сөзіңді, ойыңды білдіре алу үшін күрес бәрібір жалғасады. Өнер түрі арқылы жалғасады.
қазір жалғасып жатыр, мысалы үшін тіпті негізінде жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, өнер арқылы шықты бұл жаңағы қарсы тұрушылық. Осы тұста жалпы соңғы әсіресе жастардың белсенділігін, Астанадағы жастар, 10-15 тәулікке отырғызылған жастар, бірінші сәуір күні, 1 мамыр күні дәл сол Аблязовтың, Мұхтар Аблязовтың, саясаткердің шақырған митинг белгілеген күндері шықты. Енді мен сіздерге сарапшы ретінде сұрақ қойғым келеді. Жалпы бұл Аблязов шақырғаннан кейін шықты ма жастар? Әлде жастардың өзі шығатын себеп іздеп жүрді ма? Жалпы ол митингілерге, жастардың қазіргі белсенділігіне Аблязовтың қаншалықты ықпалы бар? Сіздердің пікіріңіз? Менің ойымша, жалпы қоғамда сондай митингке шығуға сұраныс бар. Шыққым келеді. Жаңағы менің айтқан сияқты девальвацияны сылтау қылып, негізі мен ұзақ уақыт ішінде қарсылық бар, себеп керек. Мен мысалы сол кезде қалтамда бір 60 мың теңгем бар болатын, ешқандай девальвация, ол қаншаға ұшырады, қаншалықты құны азайғанын қайдам. Оның мысалы сол девальвацияның маған келіп экономикалық түрде қатты ұрған жоқ, сонда да мен сол себепті пайдаландым да. Мен де осы жерде ойлаймын, мысалы қазір біз Қазақстанда отырып, мен қазір жазсам, ал қалайық, мына күні шығайық деп жазсам, онда ертең тоқылдатып есімнен біреу келіп тұрады. Осы Қазақстанда отырып жазсам. Сондықтан, ал Әблязов ана жақта отырып алып жаза алады. Оған ешкім, бірақ білем, сол мына жерде жиналайық деген сияқты. Мен сияқты қарсылар барады. Мен сияқты қарсылар барады деп бардым, бір жігіт отыр екен, екеуміз бірімізге қорқа-қорқа қарадық. Ол менен қорқып отыр, мен одан қорқып отыр. Екеуміз, өйткені ойлайсың ғой, мүмкін жаңағы не шығар, ол мен ойлап отқан шығар. Екеуміз бір-бірімізге қарадық, бірақ екеуміз де біліп тұрмыз, әй, осы да мен сияқты бір қазақ-ау деп ойлап тұрмыз екен. Сондай қазақтар біртіндеп жиналдық сол кезде. Жаңағы 21 мамырда. Әсем? Негізі митинг наразылық білдірудің жалғыз жолы емес. Бірақ енді жастар туралы тағы айтатын болсақ, олар жалғыз митингті емес, неше түрлі әртүрлі тәсілдерді қолданады, негізі қолданып жүр. Мысалы, біз серуен деген шығардық. Біз серуендеуге барамыз, бізге ештеңе дей алмайсыңдар деген шығардық. Барамыз да, мен сондай әртүрлі тәсілдеріміз бар. Бірақ олардың бәрі қатты медианың назарына түспейді, себебі кімнің Аблязовтың аты жоқ, оның не істейсің, мысалы бізде медиа деймін, Азаттықтан басқа онда үлкен медиада жоқ қой, бәрін айтып жүретін. Сол жағынан сізбен келісемін, мысалы Әлімжан деген жігіт бар Астанада, 9 мамырда тұтқындалған. Оған оның Аблязовқа көзқарасы өте жаман, ол Аблязовтың не істемейді, ұнатпайды. Бірақ шықты, біреуді кездестірем-ау деген сияқты. Біреуді кездестірем, сұраныс бар тағы да. Алматылықтарда дәл солай. Барғанның себебі көбісінің барып қарайын, қалай екен. Себебі енді бұған дейін саясатқа онша несі ынтасы жоқ адамдардың, митинг көрмеген адамдардың енді қызығушылығы бар. Олар барып қарайды, не істеп жатыр, қалай тұтқындап жатыр ма, ұрып жатыр ма деген сияқты. Осы тұста бір сарапшы ретінде тағы да сұрақ. Біз қаласақ та қаламасақ та қазір сондай қоғамға келдік. Сіз айтпақшы, пікір айту үшін күрес жалғаса береді. Бұл биліктің де тоқтайтын түрі жоқ. Митингке ресми рұқсат бермейді, қамау жалғасады, репрессия жалғасады. Бұның арты не болады? Ары қарай біз не боламыз? Жалпы сарапшы ретінде мүмкін бізді көріп отырса, оларға бір түрткі болар. Билік бұндай жағдайда не істеу керек? Саяси коммуникация деген бір ұғым бар, керемет ұғым. Өкінішке орай бізде білмейміз оның не екенін. Саяси коммуникация дегеніміз, яғни биліктің кез келген бір кризис кезінде, кез келген бір дағдарыс. Бұл дағдарыс деген кезде тек қана экономикалық нәрсені ойламаңыздар, яғни жай ғана мысалы үшін 5 қыздың қайтыс болуы, бұл кризис мысалы үшін деген сияқты. Яғни қоғамның әрбір мүшесіне әсер ететін нәрсе, негатив әсер ететін нәрсе, бұл кризис. Кез келген бір кризистік жағдайда билік халықтың жағдайын ойлап әрекет жасау керек.
бұл дегеніміз не? Яғни, окей, бейбіт шеруге шыққысы келеді, шықсын, айтатынын айтсын, дейтін десін, билейтін билесін. Көше, өйткені көше халықтікі. Көше бір адамдікі емес қой. Бәлкім аты сонымен аталатын шығар, бірақ халықтікі көше. Бұл нәрсені түсінуі керек билік. Яғни көшені қайтарам паблик қылуы тиіс, яғни қоғамдық қылуы тиіс. Өкінішке орай қазір көшелеріміз біздікі болмайды, халықтікі болмайды. Биліктің тоқтайтын түрі жоқ дейсің, біздің де тоқтайтын түріміз жоқ, біз де тоқтамаймыз. Бірақ мысалы мен жақында бір мақала жаздым, сарапшылардан сұрадым, не істейді екен Тоқаевтың президент болғаннан кейін, 9-шы үйден кейін не істейді екен, қандай курс болады екен деп сұрадым. Сол көп сарапшының айтып отырғаны былай, Әбіләзовтан қатты қорқады, оны overestimate, жоғары бағалайды. Өте қатты жоғары бағалайды, бірақ оның ондай несі жоқ. Негізі былай қарап отырсаң, Әбіләзовты пиар жасап отырған өздері, оның істеп отырған бәрі өздері. Егер Әбіләзов тоқтамаса, онда митингке деген көзқарасы үкіметтің де өзгермейді деп айтып жатыр. Сондықтан енді 9-шы неден кейін, маусымнан кейін. Бәлкім Әбіләзов желеу. Желеу мүмкін, яғни, өйткені расында да неді бір қазақтардың арасында, қазақстандықтардың арасында, Әбіләзовтың арасында да бір ықпалы бар дегенге сенбеймін, ондай нәрсе жоқ. Негізі тек қана интернетіңіздің баяулауына. Соған ықпалы бар да. Жоқ, мен енді сіз мүмкін жоқ деп ойлайтын шығарсыз, бірақ Әбіләзовтың сөзіне де сеніп, енді адамға сен неге оған сенесің, сен неге оған сенбейсің, сен жаңа критикалық ойландың ба деп айта алмайсың ғой. Кейбір адамдар шын мәнінде қазір сотталып жатыр. Тура сол ДВК-ны қолдаймын, өйткені ол адамдарда принципиально ДВК-ның программасын оқыған, сөйтеді айтады, менің көзқарасыма сәйкес келеді. Онда тұрған не бар дейді. Сіз аласыздағы оны экстремистік деп қабылдадыңыз. Сіздің ол заңыңыз дұрыс емес. Мен оған келіспеймін. Менің негізі бүкіл ойым сол жаңа ДВК-ның программасында не жазылып тұр? Экстремистік не жазылып тұр? Соны маған дәлелдеп бер деген сияқты оларда ой бар. Мен мысалы өткен жол бір жаңағы кімнің сотынан кейін, Сүйінбекенің сотынан кейін ДВК бойынша сотталып жатқан бір үлкен кісінің сотына кіріп қарадым. Ол кезде енді мысалы аянышты да, енді қарапайым кісі. Ол кісі экономикалық жағдайы қатты қиналған. Содан әйтеуір бір жерден тесіп шығарып айтқысы келіп тұр жаңағы. Оны айтып беруге Әбіләзовтың жазған бір сөздері себепкер болды. Оның әркімнің себебі әртүрлі. Мысалы менің себебім жаңағы девальвация кезінде шығып кетсем, мына кісілер Әсия мен Бейбарыстан кешіп кетсе, әртүрлі жағдай бар. Біреуге просто не повезло да жаңағы ДВК-ға байланысты, олар білген жоқ қой оны. Мысалы шығар кезде сіз ойламайсың, экстремистік екен ғой. Сондықтан мен шығайын. Мен экстремистпін ғой. Сондықтан мен барып жаңағы ДВК-ға қосылайын деп ойламайды. Олар ойлайды, мен қарсылығымды білдіргім келеді. Бұл мемлекетте қайсы нәрсе қарсы деп есептелінді? Ол ДВК. Яғни мен соның көзқарасын қолдаймын деп ойлап көрсетеді. ДВК-ның ықпалын туралы ойлағанда, сөйлегенде бір нәрсені ұмытпауымыз керек. Біздің мемлекет өте жас мемлекет. Медиандық жас, 30 жас, ДВК-ның Инстаграмына, Әбіләзовтың Инстаграмына қарасаң, фолловерлеріне, олардың орташа жасы 40-тан асып кеткен, себебі олардың бәрі есінде Ақжолдың 90-2000 жылда, 2003-те ма бастағандары? Сол 2002-де. Соның барлығы олардың есінде, ал мына 30 жастан төмен дегендерді келетін болсақ, оларға Әбіләзов дегенге прям не істемейді, ұнатпайды емес, яғни одан да жаман. Оларға Әбіләзов Назарбаевтан қарағанда одан да жаман, себебі ол Назарбаевтың осы жерде отырған тиран болса, ол бұлай жерден келетін тиран. Екеудің жасы бірдей, екеуі де дәл сондай, барлығы сондай. Сол үшін оппозициядан да өзгеріс көргісі келеді. Солардың бәрінен сұрап отырсаң, Әбіләзовтан хабар жоқтардың өздері де олар жек көреді Әбіләзовты. Дәл осы жерде кешіріңіз айтсам болады ма?
Гүлзаданың айтқан сөзінде анау расында да ана адам дегеніміз ол қоғамдық болмыс қой. И бір қоғаммен бір бүтіндескісі келеді да. И адамның қоғаммен бүтіндесетін жерлерінің бірі де жаңағы шерулер, бейбіт шерулер. Расында да ол жерде бір рухани тұрғыдан мен бірге физикалық тұрғыдан, яғни денелік тұрғыдан бүтіндесу, яғни бәрін бірігуі, оны көргісі келеді. Любой адам көргісі келеді. Бәріміз ол и сондықтан да бұл жерде жаңағы абляз болуы мүмкін, оның жаңағы бүтіндесуіне себеп болып отырған, ол кезде кетіп қалуы мүмкін. Әртүрлі жағдай болды. Жалпы енді 1 сағаттай уақыт өтіпті. Сөзімізді қорытынды бір сұрақ қойсам, жалпы 1 сағаттық әңгіменің ішінде белсенділік артқанын білдік, оның ішінде жастардың белсенділік артқанын білдік. Жалпы шок алғанымызды, басқа да оның барлығынан өтіп, ары қарай бұл не өзгеріс әкелуі мүмкін біздің қоғамда? 9 маусым күні сайлау да өтеді, басқасы да өтеді, өмір қайта қалпына қалыптасады, жалғасады. Біз жалпы қоғам, сіздер әрқайсыңыз қоғамның бір белгілі бір тобын осы жерде көрсетіп отырсыздар. Қоғам дәл азаматтар дәл осы қоғамды, осы шындықты жалғастыруға дайын ба? Әлде ары қарай бір өзгерістің боларына, осы қарсылық, наразылықтың көбейгені бір оң нәтиже немесе басқаша нәтиже алып келеді? Жалпы сіздердің болжамыңыз ары қарай не болады? Ары қарай бәрі де жақсы болады. Жоқ, шыманақ, қолымызда үмітімізден басқа еш нәрсеміз жоқ. Бізде ақшамыз жоқ, бізде керемет экономикамыз жоқ. Бізде жаңағы кішкентай ғана бір үйде отырып өрттен өліп қалуы мүмкін. Бірақ үмітіміз бар, ол үмітімізді ешкім ала алмайды. Сондықтан да барлығы жақсы болады. Барлығы жақсы болғанда наразылық пікір білдіруді жалғастыру керек пе, әлде отыра берейік пе? Әрине, менің ойымша, анау орыстардың сөзі бар ғой, мұз қозғалды дей ма? Сен қозғалды дей ма? Иә, қозғалды. Яғни ненің анау Аладдиннің несінің аузы ашылды, бутылкасының тығыны ашылды. Жын шықты. Жақсы. Гүлзада. Әрине біз үміт дегенде жақсы нәрседен үміттенеміз. Жаңағы айтқан сияқты бәрі жақсы болады деген үмітіміз бар. Енді бәрі жақсы болады деп ойламасақ, ертеңгі күні біз неғысақ, қазір-ақ суицид жасап, өз-өзімізді өлтіруге тура келеді ғой, егер сенбесек те. Ал жалпы менің ойымша біз жаңағы рұқсат сұрауды, жалтақтап қарауды қойып, жаңағы шешім қабылдауды, билік жасауды, саяси қарым-қатынасты орналастыруды, экономикамызды жақсартуды өзіміздің қолымызға алайық. Менің ол міндетім, менің жауапкершілігім, өзім жауап берем деп, және өзіміздің көп екенімізді сезінуіміз керек та, жаңағы сіз айтқан сияқты маргиналды емес. Мен осы билік қазір функциясын жөндеп атқара алмай жатыр ма? Яғни ондай биліктің маған қажеті жоқ шығар мүмкін. Мен ол билікті басқаша ұйымдастыратын шығармын. Мен оны басқаша билікті сайлап алатын шығармын деп, сол бағытта жұмыс істейді деп ойлаймын. Менің ойымша тоқтамайды. Себебі өте тоқтай алмайды да. Жаңа айттым ғой, сен өзің сұрағанда, Асияның айналасындағандар не туралы сөйлеседі деп. Соның бір тақырыбымыз сөйлесетін қанша жыл керек, қанша жылда өзгереді Қазақстан деген. Сол көбісі айтады 5 жыл дейді, менің ойымша 10 жыл. Сондықтан бәріміз дайынбыз, 5-10 жыл кішкене саясатқа, политикаға, саясатқа көбірек көңіл бөлуге. Себебі сұраныс бар, ол сұраныс ешқайда өсе береді. Енді бір жағынан кішкене жастардың арасында да әртүрлі нелер бар. Мысалы, жастардың да өздері әртүрлі, білім жағынан болсын, тіл жағынан болсын, бірақ оның бәрі кішкене барлығы қалыптасып, бір үлкен движение болады деп ойлаймын. Рахмет келгендеріңізге, уақыттарыңызды бөлгендеріңізге, осынау меніңше маңызды тақырыпты талқылағанымызға. Сізге де рахмет. Көрермендер сау болыңыздар. Келесі
фальтонда кездескенше. Рахмет.